Ассалаумағалейкум. Болатын елдің баласы бірін-бірі батыр дейді, болмайтын елдің баласы бірін-бірі қатын дейді. Дұрыс қой. Енді Алпамыс деген батыр болған бұрын енді. Қазіргі таңда бір Алпамыс деген батыр шықты. Мен іні бауырым екен. Алла разы болсын. Өте керемет үлгі тұтатындай жігіт. Қазіргі көп жастардың алдында жүр. Неге десеңіз, бір жылдан асып кетті енді. Дейді, сөзіңнен ісің оссын деген ұранменен тұрақтылықтың арқасында біршама жетістіктерге жетіп келеді. Алла тіл көзден сақтасын ол жігіт. Мен қазір сіздерге белгілеп кетем. Парақшасына тіркеліп, сөзін тыңдап жүрсеңіздер, опық жемейсіздер. Қазіргі таңда қазақ тілінің шебер жаңағы дейді, мотиваторы деп айтсам да болады ол жігіт. Себебі сөз саптауы, сөз иірімдері тоже жақсы, керемет деген. Сол жігіттің мына бір сөзі ұнап қалды кеше. Көкжиегімізді кеңейтеміз деп жүріп, асқазанымызды кеңейтіп дейді. Ойымызды оздырамыз деп жүріп, табанымызды тоздырып жүрміз дейді. Бұл сөздің астарында көп мағына жатыр. Себебі көкжиегімізді кеңейтеміз, қала көрсең, ел көрсең, дала көрсең, керемет болып кетесің деп лағып жүрген қаншама жастарымыз бар, бірақ ешкім оларды танымайды, көрмейді, білмейді. Барып асқазанын толтырып кеңейтіп келіп жатыр да. Көкжиегін емес, асқазанын кеңейтіп келіп жатыр. Ана жақтың тамағын ішіп, мына елдің тамағын ішіп. Ал енді ойымызды оздырамыз деп, табанымызды тоздырамыз деп жүргендері, мына қазір ғаламтор арқылы онлайн деген нәрсе шыққалы, мықты енді, керемет енді профессор, науық бір әйелдер шықты ғой. Ой өрісіңді 180 градусқа өзгертіп жіберем деп, аузыңды айға, күншығысқа қарат, пәленбай ақшаға кредитке кіргізіп, керемет сені 180 градусқа өзгертпей, 180 градусқа миыңды айналдырып жіберіп ақша істеп жатқан. Яғни ой өрісімді оздырам деп табанын тоздырып талай жастарымызда жүр. Енді сіз біреуге ақша төлемей-ақ, сол Алпамыс бауырымның видеоларын, сол Алпамыс бауырымның әңгімелерін тыңдап жүрсең, өз өміріңе керекті бірталай мағлұматтар, бірталай мотивация алып, өз өміріңді өзің-ақ жасайсың. Сондықтан Алпамыс бауырым, Алла разы болсын саған. Саған тұрақтылық тілеймін, себебі қарасам біршама подписчик жинап қойыпсың. Ал енді танымалдылық деген адамды өзгертпей қоймайды. Жігітті сынағың келсе, билік бер, байлық бер, атақ бер дейді. Атақ деген нәрсе сені бұзып жібермесін. Аман бол. Сен нағыз батырсың.